сұрақ қойды. Аттенай деген сұрақ. Мен боксты 10 жасында бастаған балалар. Менің арманым, мақсатым боксшы болу болған. Әлемді бағындыру, әлем чемпионы болу, үлкен жетістікке жету. Соның арқасында анамды, әкемді байқуатты қылдыру. Анама 2 этажды үй соғып беру. Әкем мықты көлікпен жүрсе екен деген сондай бала арман болатын 10 жасында. Сол мақсатпен мен бокспен айналыса бастадым. Мен бокстан басқа ештеңені ойламайтын. Тек қана бокс. Жатсам да, тұрсам да жаттығу. 10 жасында. Соны айтайын деп отқан, мен 2013 жылы сол мақсат арманынан шегініп артқа бұрылып кетіп қалдым. Ойлаңдаршы, бала кезден армандаған, қиялдаған мақсат бір күнде жоғалып кетті. Мен бокстан басқа ештеңені ойламайтын. 2013 жыл мен жасым 26-та болған. Сонда жаңа айтайын деп отқан балалар. Мен өмірде адасып қалдым. Өте қатты адасып қалдым. 5 жыл адасып жүрдім. Ішкі істер қызметінде жұмыс жасадым. Көбілерін білетін шығарсыздар, әрдайым сұхбатында айтып отырамын. 1 жыл гаиде жұмыс жасаған. Жол қызметінде, жол патруль полициясы дейді, білесіңдер ғой. 4 жыл СОБР деген спецподразделенияда жұмыс жасаған. В общем, толығымен айтқанда 5 жыл менде ішкі істер қызметіне кеткен. Бірақ өкінбеймін, Аллаға шүкір. Бірақ онда жұмыс жасаған кезде қатты бір өкініш болатын. Аттенай тағы да бір жүру керек ау, бокста жүру керек ау. Неге осы мен тастап қойдым деп. А боксты қойған себебім, бізде Олимпиада 4 жыл сайын болып тұрады ғой. Мысалға 2008 4 жыл, 2012 4 жыл, 2016. Қазір 2024 жылы Олимпиада болады, Парижде, Құдай қаласа. Келесі жылы. 2020-да Токиода болды, 2016 Рио-де-Жанейрода болды. Сонда жаңа айтайын деп отқам, мен 2 Олимпиадаға үміткерлердің бірі болғам. 2008 Пекин Олимпиадасы, 2012 Лондон Олимпиадасы. Екеуіне де бара алмай қалдым. 2008 жыл Пекин Олимпиадасында жас болдым. Кішкене бір опытым, тәжірибем жетпей қалды. А 2012 жылы Лондон Олимпиадасында өте бір мықты бір өзім бір жақсы бір деңгейде болдым. Күш қуатты, жасым 24-те, опытым бар, тәжірибем бар. Мінеки енді барам ғой деп жүрген кезде оған да бара алмадым. Сонда мен бір жерде айтайын деп отырғаным, тағы да 4 жыл 2016-ға дейін күту керек еді маған. А мен күтпей, тағы да 4 жыл күтем ба, Аттенай ертең 4 жыл 2016 Рио Олимпиадасы келген кезде қайттан апармай қойса, қайттан өкініш болады ғой деп, сонда қолымды бір сілкеп боксты қойып кеткен мен сонда. Соны айтайын деп отқан көрдіңдер ме? Мені бұны сендерге айтайын деп отқаным, үлкен мақсат арман болса, сол армандарынан бас тартпаңдар. Тек қана сол арманмен өмір сүріңдер. Ол арман міндетті түрде орындалады, міндетті түрде. Мен сол арманнан бас тартып, боксты қойдым да кеттім, қолымды бір сілкеп. Түбі Астанадан бірақ шықтым. 40 градус аяз қақаған. Қатып қалдым неға келіп. Жаздық трико, жаздық үстінде жағы спортивка, жаздық кроссовка. Түк жоқ. Осылай келгем Астана қаласына. Әйтеуір анамен, мынамен әйтеуір былай жүріп, мойкада жұмыс жасаған, мәшіне жуғам. Одан кейін Мегада күзетші болғам 2 аптадай. Біраз жұмыс жасап тастағанбыз Астанаға келіп. Сонда қатты өзіме ашуланатын. Аттенай осы мықты боксшы, жай бір жүрген бір боксшы болса мейлі екен. Құрама сатында жүрген, өз салмағында 1-ші номер, әлемдік додаларда бокса жүрген, Қазақстан чемпионы болып жүрген жігіт едім ау. Тағы да бір шыдай салу керек еді ау. Түбі осы бүкіл жасалған еңбек, күнделікті күніге жасалған жаттығу, осы жағаны мәшіне жуып отқан кезде бір қатты бір жылаған бір өкініш болған менде. Қатты жылағам сол кезде. Осы бүкіл еңбегім, жасаған жұмысым, бүкіл істірлігім осы уақытқа дейін мен осы мәшіне жуған осы дөңгелекпен бағаланды ма деп, осы мен бүкіл еңбегім осы мәшіне жуумен бағаланды ма деген бір өкініш болған. Бір аптадай мәшіне жуғам, көп жуған жоқпын. Сонда жаңағы бір таныс жігіт, индийский кинодағыдай болды. Бір таныс жігіт, жаңағы крутой бір джиппен келді, қара джиппен. Range Rover джиппен білесіңдер ма? Қап-қара, сол уақыттағы жап-жаңа маркасы. Сонда жаңағы мәшінемен кіріп, жаңағы мойкаға. Мен мынандай кезілі етік киіп алғам, сөйтіп мені көріп жаңағы көзінде очки, үстінде жаңағы қымбат киім,
маған келіп, мұхитжан сезім айтып маған. Иә, менмін десем. Сен спортсменсің ғой, сен не істеушісің дейді. Мәшіне жүріп жүрдім. Сөйтсем ана ашуланып маған. Жынсың ба сен? Сен еліміздің туын көтеріп жүрген батырлардың бірісің ғой. Сен қалай мәшіне жүрсің деді маған деп сөйледі. Сен давай, бастауытқа ертең маған жұмысқа кел деп. Сол кезде жағана ана жігіт, әшейін араласып жүрген жігіт. Дос та емес. Сонда сый құрмет та маған. Қандай сый құрмет? Сыйластығы қандай керемет. Ертесі күні бардым жұмысына, офисіне. Менен бір жас үлкен, 86 жыл бола. Сонда жаңа барған кезде, бүкіл сол жағалаудың охранный агентствосының басшысы екен жаңа. 400-500-дей жаңағы өзінің жаңағы жұмыскерлер бар екен, көптеген охранный жаңағы агентстволар бар екен жаңағы точкалары. Сол жаңағы біреудің жаңағы телохранитель қойды жаңағы Астана қаласына бір байқуатты бір бай бір кісінің. Ояқта да жұмыс жасады. Соны жаңағы айтайын деп отқаным, әйтеуір бүйтіп Аллаға шүкір, ояқта да, неяқта істедік. Қандай да салада жұмыс жасамасам да өзімді танымай жүрген. Түбі жаңағы ішкі істер қызметінен бірақ шықтым. Ояқта 5 жылым кетіп қалды. Жасым уже 31-де, 3 балам бар. Квартира жоқ, түк жоқ. Айлықтан айлық 185 мың теңге жаңағы не алам, айлық алам. Оның жаңағы 120 мың теңгесі Каспийға кредитке кетеді, 45 мың теңге ажарында, 65 мың теңге выживание алады сонда. Сөйтіп айлықтан айлық күн көретініз. Сонда жаңағы бір күні жаңағы бәрін кестім де жұмыстан шықтым. Әкем ренжіген сонда маған. Балам жұмыстан шықпа, 20 жасар бала емессің ғой, ана жұмыстан мына жұмысқа секіре беретін. Жасың 31-де, қазақта сөз бар, алма ағаш бір жерде гүлдейді деген. Болды ғой, істесеңіз осы жерде. Бәрі сыйлайды, құрметтейді, званияң өсіп жатыр. Лейтенант болдың, старший лейтенант болдың, капитаныңды алдың. Құдай қаласа майорың да келіп қалады, полковник боласың деп әкем сөзі. Жоқ әке. Ренжімеңіз, мен істей алмайын бердім. Менікі емес бұл деген. Бір күнде жұмыстан шығып 31 жасында бәрін қайтадан нөлден бастап, сол жағалауда 80 квадраттық жерден өзінің білетінін, өзінің өмірлік көрген, жасаған осы спортта бапкер болам деп қайтадан осы іс жұмысқа өзінің тірлігіме қайтадан келдім. Аллаға шүкір. Қазір әкем сонда мен 1 жылдан астам араласпай болған. 1 жылдан астам. Енді уайымдайды ғой әкем ғой. Қазір әкемнің ең мықты, ең күшті досы кім? Менмін. Күніге звондайды. Балам қалайсың? Жәмешін, амансың ба қалай? Так что айтайын деп отқаным сендерге балалар, айналайын. Мақсат қойыңдар ма, арман қойыңдар ма, сол мақсат арманмен өмір сүріңдер. Ол міндетті түрде орындалады. Бірақ оған аянбай тер төгу керек, тәртіп болу керек, еңбек ету керек. Егерде ол армандарың орындалмаса, армандарына жете алмай қалсаңдар, адам көбісі адасып кетеді. Сондықтан өмірде ең басты адаспаңдар. Бір мақсат қойыңдар ма, сол мақсатпен өмір сүріңдер. Қиялдандар, түбі жақсылық болады. Шапағат құрметті оқушыларымыз, оқушыларыңызға бір мотивация беріп жатсыз.